Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы хан тәңірі шыңы. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Оқу мақсаттары: мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау. Тақырып бойынша жеке сөздер бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Бағалау критерийлері: мәтін бойынша жетекші сұрақтар қарастыра алады. Мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып талдай алады. Қосымша тапсырмаларды орындайды, дәлелдер келтіреді. Оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз хан тәңірі шыңы. Ол қандай шың екен? Бірге тыңдайық. Қазақстан Республикасының Қырғызстан және Қытаймен шекарасындағы ең биік шың болып табылады. Ұлытау хан тәңірінің биіктігі 7010 метр. Мұздық қалыңдығын есептемегенде 6995 метр. Әлемдегі ең әдемі шыңдардың бірі. Оның төрт қырлы пирамида іспеттес формасы оған ерекше көрік береді. Шыңның бір жақ бетін мәрмәрлі қабырға безендірген. Оны бағындыруды көптеген туристер армандайды. Сондықтан да болар халық оны қастерлеп, құдірет тұтып, аспантау деп те әспеттейді. Түрік тілінен аударғанда аспанға табынушы мағынасын білдіреді. Аспантау атауы оның қасиетті мекен екенін айғақтап тұр. Хан тәңірі тауы деп атауы көп замандар бойы барлық жұртты қызықтырып та, мән мағынасын білуге ынтықтырып та келеді. Зерттеушілер хан тәңірі аспан әміршісі, аспан тау, құдайлар тауы деген тұжырымға тоқтады. Хан тәңірі шыңын ежелгі саяхатшылар зерттеп көрсетіп кеткен. Аспанға жақын, демек Аллаға жақын деген сеніммен келген адамдар шыңды бағындыратын. Түріктердің түбі сақтар мен ғұндар болса, олар көк тәңіріне сыйынып, көк бөріні тотем санаған екен. Көне түркі ұғымында тау тәңірге тіке жалбарынатын жер. Сондықтан адам күбірін тау естиді, тау күбірін тәңір естиді деп біледі. Тянь-шаньға деген саяхатын қағаз бетіне түсірген 1856-1857 жылдары атақты орыс географ әрі саяхатшысы Семенов Тянь-Шаньский болатын. Табиғаты мейлінше көркемде сұлу, қазбабайлыққа еренде кең бұл өлке ғасырлар тарихына тым бай. Оқушылар, жаңағы бейнебаянды көріп болсақ, мына сұрақтарға жауап берейік. Дәптерлеріне 4 сұраққа жауап жаз. Бірінші, хан тәңірі шыңының биіктігі неше метр? Екінші, хан тәңірі шыңын не себепті аспантау деп атайды? Үшінші, зерттеушілер хан тәңіріне қандай атаулар берген? Себебі неде? Төртінші, Тянь-Шаньға деген саяхатын кім және қай жылы қағаз бетіне түсірді? Дескриптор хан тәңірі туралы бейнебаянды көреді, жетекші сұрақтарға жауап береді. Екінші тапсырма. Берілген мақал-мәтелдердің мағынасын аш. Тау алыстаған сайын биік. Таудың биіктігін төбе аңғартады. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Дескриптор мақал-мәтелдердің мағынасын аш. Дәптерлерімізге жазамыз. Оқушылар, бүгінгі дефис арқылы жазылатын сөздер қалай жазылады екен? Ережесін бір қайталап шығайық. Бірінші, күрделі сан есімнің әрбір сыңары бөлек жазылады. Екінші, цифрмен берілген сан есімдерге жалғанатын жалғаулар дефис арқылы жазылады. Үшінші, реттік сан есімдер араб цифрымен таңбаланғанда ыншы, інші, нышы, нышы жұрнағының орнына дефис қойылады. Ал рим цифрымен берілген кезде дефис қойылмайды. Осыны есте сақтап алыңдар. Келесі. Жыл, ай, ғасыр, күннің ретін білдіретін сан есімдер араб цифрымен берілсе де дефис қойылмайды. Алтыншы, 2, 6, 7 есептік сан есімдеріне жинақтау сан есімінің жасайтын
ау, еу жұрнақтары жалғанғанда түбір соңында дыбыстары түсіп қалады. 7. Болжалдық сан есімдер цифрмен жазылғанда олардан кейін келетін қосымшалар дефис арқылы жазылады. Балалар, мына берілген мысалдармен бірге қарастырып, ережені есте сақтап алыңдар. 3. Тапсырма. Дефис арқылы жазылатын сөздердің сыңарын қажетті тұлғада жазыңдар. Қажетті сөздер: ойнау, тасу, қағу, білім, жүру, ішу, ою, кету. Осы сөздерді тауып, жазып, орнына орналастырыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға байланысты біраз мәліметтер білдіңдер деп ойлаймын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.